Ертеде мақта қыз бен оның мысығы өмір сүріпті. Бір күні мақта қыз үйін жинапты. Сол кезде мақта қыз мейіз тауып алады. Мысығым, маған келші. Мысық болса, мақта қыздың шақырғанына келмейді. Жеп болған соң, мысық келеді. Неге шақырдың? Деп айтады. Айтпаймын, шақырғанда келмедің ғой. Мысық ашуланып, онда сүтіңді төгемін. Сен не істедің? Онда мен сенің құйрығыңды алам. Сүтімді қайтармағанша құйрығыңды бермеймін. Мысық сүт іздеуге шығады. Сиырды көрген мысық одан сүт сұрайды. Сиыр, маған сүт бересің бе? Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші. Мысық ағашқа келеді. Ағаш, маған жапырағыңды берші. Мен шөлдеп тұрмын. Су әкеліп берсең, жапырағымды берейін. Мысық су алып жатқан екі қызға кездеседі. Қыздар, маған су беріңдерші. Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған суды береміз. Мысық дүкеншіге келеді. Маған сағыз беріңізші. Маған жұмыртқа әкеліп бер. Енді мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші. Маған дән әкеліп бер, сол кезде жұмыртқа береміз. Мысық не істерін білмей жатып, тышқанға кездеседі. Мысық бірден тышқанды ұстап алады. Әй, тышқан, үйінде не бар? Бәрің айт. Үйімде бір табақ тары бар. Тышқан тарыны мысыққа береді. Мысық тарыны тауыққа әкеліп береді. Ал тауық оған жұмыртқа берді. Мысық жұмыртқаны дүкеншіге апарып береді. Дүкенші болса, оған сағыз берді. Мысық сағызды қыздарға апарып береді. Олар мысыққа су берді. Енді мысық суды ағашқа келеді. Ағаш мысыққа жапырағын береді. Мысық жапырақтарды сиырға апарып береді. Сиыр мысыққа сүтін береді. Мақта қыз, мен саған сүт әкелдім. Осылай мысық өзінің құйрығын қайтарады.